Сәлеметсіңдер ме оқырмандар? Параграф 48 космогондық ою-өрнек адам қиялының жемісі. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді мәнерлеп оқып, өздеріңе түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы анықтаңдар. Өзара пікір алмасып сұрақтарға жауап беріңдер. Космогондық өрнектер ғарышпен байланысты барлық нәрселерді, жұлдыздар мен айды, жарты ай мен күнді, кемпір қосақты бейнелейді. Ұлан-ғайыр далада көшіп-қонып жүрген көшпенділерді ғарыш пен әлем құпиясы қызықтырған. Оларды түнгі аспан әлемде көрініс тапқан космогондық өрнек жұлдыздардың сыры бей-жай қалдырмаған. Қазақтардың тұрағы киіз үй. Осы жеңіл де жинақы киіз үй көшпелі өмірдегі ең лайықты баспана. Шаңырақ аспанға тіке жол ашады, сырлы дүниеге шақырып адамның қиял арманын ұштайды. Осылайша табиғаттың өзі өмірдің талай құпиясын үйретіп, қазақтарға ою-өрнектің космогондық нақышын тарту етті. Олар ежелгі сақтар заманынан келе жатқан өсімдік әлемдік кеңістік пен жер шарының төрт тарабының мәңгілік қозғалыстың символы, шеңбер, айшық, күн шұғыласы, төрт құлақ, шимай, қисық сызықты бейнелейтін жұлдыз және ою-өрнектің ортасында орналасқан бес бұрышты жұлдыз. Сен білесің бе кітабынан? Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: табиғат үйлесімінде өмір сүрген қазақ халқын қалай сипаттар едіңдер? Екінші: космогондық өрнектерде халқымыздың арман қиялы қалай көрінген? Үшінші: суреттегі космогондық өрнектерді қандай қолөнер туындыларынан кездестіруге болады? Жауаптары: қазақ халқы ертеден-ақ табиғат сырларын үйренуге құлшынысы жоғары болған. Олар табиғатты танып білу, өз өмірлерін жеңілдететінін түсінген. Екінші: космогондық ою-өрнекте мысалы күн бейнесі әрқашан күндері жарық болуды, шексіздік мәңгілік ел болуды, тағы басқа армандары көрініс берді. Үшінші: космогондық ою-өрнектер музыкалық аспаптарда, құмыраларда кездеседі. Екінші тапсырма: космогондық ою-өрнек пен өсімдік тектес ою-өрнекті салыстырып Вен диаграммасына түсіріңдер. Космогондық ою-өрнек: шеңбер, айшық, күн шұғыласы, төрт құлақ, айшық, шексіздік — бұлар табиғат денелеріне ұқсас болып келеді. Өсімдік тектес ою-өрнек табиғаттағы әсем көріністі гүлдер мен түрлі өсімдік жапырақтарына ұқсас келеді. Екі оюдың да ұқсастығы: екеуі де ою-өрнек, екеуі де халықтың табиғаттың әсем тұстарын байқаудан туындаған. Тәуелдік жалғауы: бір заттың екінші бір затқа, кісіге тәуелді екенін білдіретін жалғау тәуелдік жалғау деп аталады. Тәуелдік жалғауы тек зат есімге тән жалғау. Басқа сөз таптары заттанып барып қана тәуелдене алады. Бірінші шақта: менің дәптерім, менің дәптерлерім. Көпше түрі: біздің дәптеріміз. Екінші жақ жекеше түрі: сенің дәптерің, сендердің дәптерлерің. Сыпайы түрі: сіздің дәптерлеріңіз, сіздердің дәптерлеріңіз. Үшінші жақ жекеше түрі: оның дәптері, оның дәптерлері, олардың дәптерлері. Үшінші деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей: берілген зат есімдерді тәуелдеңдер. Өрнек: ғарыш, жұлдыз. Менің өрнегім ғарышым, жұлдызым. Сенің өрнегің ғарышың, жұлдызың. Сіздің өрнегіңіз ғарышыңыз, жұлдызыңыз. Оның өрнегі ғарышы, жұлдызы. Біздің өрнегіміз ғарышымыз, жұлдызымыз. Сендердің өрнектерің ғарыштарың, жұлдыздарың. Сіздердің өрнектеріңіз ғарыштарыңыз, жұлдыздарыңыз. Олардың өрнектері ғарыштары, жұлдыздары. Екінші деңгей: мәтіннен көптік тәуелдік жалғаулы сөздерді тауып топтастырыңдар. Көптік жалғаулы сөздер: көшпенділер, жұлдыздар, қазақтар, сақтар. Тәуелдік жалғаулы сөздер: тұрақ, тұрағы, оның тұрағы үшінші жақта тәуелденіп тұр. Шаңырағы, бұл да дәл солай. Қиял арманы, символы, бұның барлығы оның қиялы арманы, оның символы үшінші жақта тәуелденіп тұр. Үшінші деңгей: оқылым мәтіннің мазмұны негізінде диалог құрастырыңдар. Диалогтегі зат есімдерге талдау жасаңдар. Диалог: айару космогондық ою-өрнектер нені бейнелейді? Олар ғарышпен байланысты барлық нәрселерді бейнелейді. Көшпенділерді әлем құпиясы қызықтырады ма? Әрине, олар ғарыштың құпия әлемін білуге қызыққан. Мәңгілік қозғалыстың символына нелер жатады? Шеңбер, айшық, күн шұғыласы, төрт құлақ, тағы басқа. Бұл диалог мәтінінде зат есімдер, ою-өрнектер. Бұлар күрделі зат есімдер, қос сөз, ою-өрнектер көптік жалғауы жалғанып тұр. Шеңбер, түбір зат есім, айшық,
туынды зат есім, күн шұғыласы, тіркесті сөз, күрделі зат есім, төрт құлақ, күрделі зат есім, тіркесті сөз болып келеді. Оқылым мәтініндегі деректі және дерексіз зат есімдерді екі бағанға теріп жазыңдар. Деректі зат есімдер: ай, күн, жұлдыз, ою-өрнек, киіз үй, шаңырақ. Дерексіз зат есімдер: қиял, арман, сыр, тағы басқа. 5-ші тапсырма. Космогендік ою-өрнегі бар кез келген затты алып сипаттама мәтінін жазыңдар. Оюның білдіретін мағынасын Попс формуласы бойынша дәлелдеп жазыңдар. Бірінші сөйлем: менің ойымша. Екінші сөйлем: мен оны былай түсінемін. Үшінші сөйлем: оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Қазақтың ою-өрнегі үй жиһаздарын, тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылған. Космогондық ою-өрнек кебеже мен әбдіре бетінің дәл ортасында күн бейнесінде бейнеленіп, айналасында ұсақ жұлдызшалар, бұлт, толқын салынады. Менің ойымша, күн бейнесін салуы ата-бабаларымыздың бір тәңірге сеніп күнді соған теңеген. Мен оны былай түсінемін: табиғи құбылыстар адамдарды әртүрлі сенімге әкеледі. Оны мен мына деректермен дәлелдей аламын: күннің шығуы, айдың тұтылуы. Осыған байланысты қорытынды: олар аспанда қандай да бір құдіретті күшті бар екенін білген, бірақ нақты не екенін түсінбей күнге табынған болуы керек.